Армысыздар, құрметті қазақ елі. Бүгін біз сіздер мен біздер Бодо Шефердің қаржылық дербестік туралы кітабы негізінде қаржылық дербестік туралы өтетін боламыз. Бүгінгі әңгіме қаржылық дербестік. Жалпы қаржы дегеніміз не? Бірінші сұрақ. Қаржы дегеніміз бұл анықтамасында ақша сөзімінің синонимі ретінде қолданады депті анықтамасында. Ал менің өзімнің тұжырымым бойынша бұл қаржы дегеніміз мол қаражатты қаржы дейді. Қазақ ақша дейді. Ақша дегеніміз ол әшейін аз көлемдегі ақша. Ал ақша көбейетін болса, ол қаржыға айланады. Бұл қаржы деген сөз қаяқтан шықты? Қаржы деген сөз тарихы өздеріңіз білесіздер. Біздің қазақ мұсылман. Қазақтар жаңағы Құнанбай қажы құсап қажылыққа барды. Сонда әсіресе 18-19 ғасырларда, 20 ғасырда мынау қаржы жинау, мен қаржы жинап жатырым деген сөздерді қолдану кеңінен болған қазақ елінде. Себебі Құнанбай қажы өздеріңіз білесіздер, о кісі тахиятты қонақ үйді салған кезінде Меккеде о кісіге мол қаражат керек болған. Абай жолы романында да Құнанбайдың қаржы жинауы туралы мал саттырып мол қаражатпенен қажылыққа аттанғаны туралы сіз бен біз білеміз. Сондықтан сіз түсініңіздер, ол ақша дегеніміз аз ақша. Мысалға, ол миллион теңгеге дейін, былайша айтқанда, ол ақша. Қазіргі ақшаның құнын инфляцияны есептегенде 1 миллион теңгеден ары қарай ол қаржыға айланады. Орта есеппен алғанда. Мысалға, мен өткен кездесуімді айтып кеттім. Қазақтың 5 парызы бар. Соның ішіндегі 4-ші парыз мен үнемі оралып келіп кеңінен тоқтап тұратын. Бұл зекет берушілік парызы. Зекет берушілік парыз дегенімізде осы зекет бергенде сізге зекет берушілер бұл мол қаражат иесі. Бұл енді менің сіздерге айтып отқан бұл қазақилық туралы 21 ғасырға дейін. Ал енді Forbes журналы бар. Әлемдегі дәулетті азаматтардың қаржы қорын, қаражатын есепке алып, дәулетті деп өзіндік рейтинг шығарып отыратын. Forbes журналының мәліметі бойынша 1 миллион доллар ақшасы бар азамат ол миллионер атанады. Миллионер. 1 миллион доллары бар адам. Осы жерде керемет сәйкестікті қараңыздар. Біздің текті қазақ мынау 1000 жылқысы бар адамды, 1000 жылқысы бар, 1000 жылқысы бар адамды дәулетті адам санаған. Дәулетті адам, бай санаған. Ал енді ол сол 1000 жылқыны қазіргі есеппен алатын болсақ, жылқының бағасы базарда орта есебін алатын болсақ, 450 мың теңге. Мысалға, құнан менен дөненнің бағасы. Бұл енді жаңағы 3 жасар, 4 жасар жылқының бағасы 450 мың теңге. Орташа. 2020 жылғы жылқының нарықтық бағасы бойынша. Сонда сіз 1000 жылқыңыз тура $1 миллион болып шығады.
Қараңыз. Уақыттар өзгерсе де, бұл Мен бүгінгі сабағымда Әл-Фарабидің 1550 жылдығын арнағым келіп отыр. Әл-Фараби қазақтан шыққан ғұлама, біздің мақтанышымыз. 2020 жылы қазақ елі кең көлемде 1150 жылдығын атап өтудеміз. Әл-Фарабидің қаржылық білімге не қатысы бар деген сауал туындауы мүмкін. Әл-Фарабидің қайырымды қала шығармасы менің қаржылық білім авторлық бағдарламамда мысалдар менен жиі кездеседі. Бір ғана Әл-Фарабидің нақылын алып қарайық. Ғұлама Әл-Фараби өзінің бір нақылында ең тамаша әрекет қол жеткізген еркіндік деген. Қараңыздар. Бұл еркіндік дегеніміз не? Біздің адамдар өмірге келгеннен кейін дербес болып келеді, еркіндік болып келеді, еркін болып келеді. Бірақ реалды өмірде кейбір жағдаяттарға тәуелді болады. Бесіктегі бала анасына тәуелді. Анасы өмір сүріп атқан қоғамға тәуелді. Қоғамыңыз заманы дәуірге тәуелді. Көрдіңіз ба? Осы сияқты тәуелділіктер көптеп кездеседі. Мені қызықтыратыны, қазақта мына бір әдемі өлең бар. Ән бар. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді дейді. Қараңыз. Осы шығарма өмірге келгенде шекарадан Қазақстанға кірейін деп тұрғанда көк тудың желбіреп тұрғанын көріп ақын шабыттанған. Мен де қазақ елінің көк туын көріп тұрған кезінде шабыттанам. Қалай шабыттанам? Сіздер де шабыттануларыңыз керек. Анау тұрған туымыздағы күннің астындағы қыран, ол тәуелсіздіктің символы, еркіндіктің символы. Мені көрдіңіздер ме? Жаңағы мен айтып отырған Әл-Фарабидің еркіндік аңсаған арманы, ол біздің мемлекеттік рәмізімізбенен нақышталып беріп отыр. Біздің қазақ халқы қашанда еркіндікті жоғары бағалаған. Ал енді мынау капиталистік қоғамда мәселе, біз еркіндікті қалай сақтап қаламыз? Қалай біз тәуелсіз бола аламыз? Мен абсолютті тәуелсіздік дегенді мойындамаймын. Себебі қоғам солай жаратылған. Бір-біріне тәуелді. Жаратылыстың өз бір-бірімен байланыстыру керек. Көрдіңіздер ме? Ал ол тәуелсіз бір Алла деп тануымыз керек. Енді қараңыздар. Мәселе, менің айтып отырғаным, сіздер дұрыс түсініңіздер, бұл жеке адамның тәуелсіздігі. Анығын айтқан кезінде дербестігі. Ал дәл айтқан кезінде қаржылық дербестігі. Мен сіздерге жаңа айтып өткен Бодо Шефердің мынау кітабы, осы кітапта адамның қаржылық дербестікке жетуі туралы жазылған. Бұл өте құнды шығарманың бірі. Бодо Шефер дегеніміз кім? Бодо Шефер дегеніміз ұлты неміс, дүниежүзіне танымал лектор, қаржы саласының былайша айтқан кезінде майын ішкен майталман маманы. Ал енді Бодо Шефер адам қаржылыққа дербестікке жетуді бала кезінен жоспарлау керек дейді. Қалай жоспарлайды? Қалай қарекет етеді? Бодо Шефер өзінің ұстанымында, өзінің тұжырымында, анығында
әр ай сайынғы табыстың 10%-ын арнайы жинақтау арқылы дәулет жиюға кеңес береді. Дәулет қай кезде пайда болады? Жинақталған кезде пайда болады. Сіздер байқадыңыздар ма? Біздің мынау сана сезім рухани жаңғыру бағдарламасында саналы азамат бөлімінде сананың ашықтығы туралы айтылған. Осы әлі күнге дейін бірде-бір телеарна, бірде-бір бағдарлама осы сананың ашықтығы туралы бір керемет ой салар бағалы дүние жасаған жоқ. Оның себебі неде? Себебі біз ашық сананы түсіну үшін біз жабық сананы түсінуіміз керек. Жабық сана дегеніміз не? Жабық сана дегеніміз бұл шекті деңгейде ойлану. Шекті деңгейде ойлану. Мысалға, біздің қазақ елінде де революцияны қалап жүретін топтар бар. Ал сіз кешегі болып жатқан Қырғызстанды қараңыз. Экономикасы 6%-ға дейін төмендеп кетті. Зейнеткерлер қалай зейнет ақысын алады? Студенттер қалай ақшасын алар екен? Мұғалімдер мен басқа да қызметкерлер қалай ақшаны табады? Бұл экономика қалпына келу үшін біраз уақыт өтеді. Сіздер осыны түсінуіміз керек, біздің қазақ халқы. Біздің қазақ халқы 2050 жылға дейін мемлекеттік стратегияға сәйкес бүлік шығармай, төңкерістер жасамай, эволюциялық жолмен дамуды елбасы ұсынды. Оны кейбіреулер сан салаға бұрмалайды. 2050 жылға дейін біздің мемлекет қор жинап алатын болса, қалыптасып мықты 30 мемлекеттің ішіне, керек болатын болса 10 мемлекеттің ішіне кіретін болсақ, мақсатты зор қою керек. Біз дағдарыстарға мойымаймыз. Ал қазір біздің мемлекетіміздің ұлттық қорымыз бар. Ұлттық қорымызда орта есеппен 95 миллиард доллар ақша бар. Оны бір экономистер айтады. Осы ақша мынау пандемия жағдайында таратылып берсін дейді. Мен оған араласпаймын. Мәселе, осы ақша қазақ еліндегі барша азаматтарды 15 жылға дейін күн көруге бұл үлкен мүмкіндік береді екен. Жаңа жұмысынан ажыраған кезінде бізді физиологиялық қажеттіліктерімізді, басқа да қажеттіліктерімізді қанағаттандыруға қазақ халқын асырай алады екен. Ұлттық қорды құрған елбасының ризалығымды айта отырып, және де біз өзіміздің жеке қорымызды құруымыз керек. Әр отбасында жұмсалмайтын қор болу керек. Әр отбасында. Себебі, сіздер байқасаңыздар, біздің қоғамда мынау әсіресе пандемия жағдайында халықтың біраз тобы жұмыстан ажырап, экономикалық қиындықтар болып жатқаны ол жасырын емес. Бірақ осы жағдай пандемияның екінші жағдайы бар. Нені көрсетті? Біздің қазақ елінде қаржылық сауатсыздығымыздың, қаржылық білімнің жоқтығының салдарынан қаржылық сауатсыздық негізінде біздің қорымыздың жоқтығын көрсетіп отыр. Біздің қазақ дүниені малмен есептейді, малы бар дейді. Мал деп айтады. Бағанағы менің де малдың бағасымен жаңағы миллионерді есептеп отқаным осыдан. Ал мына жағдайда қазір мал базар жабылды. Жұмыссыздар көбейіп жатыр. Театрлар жабылып жатыр. Көптеген бір салалар дамып жатыр, бір салалар жабылып жатыр. Бұл нені білдіреді? Бұл бәсекені білдіреді. Егер де осы бәсекеге төтеп берген бизнестер қалады, кәсіптер, бәсекеге төтеп бара алмағандар банкрот болады. Бұл экономикада қалыпты жағдай болып табылады. Ал енді біз қазақтың дербестігін, қазақ отбасындағы азаматтардың дәулеттілігін қалай құрамыз?
біз қалай дербестікке жетеміз деген өзекті сұраққа қайтадан оралайық. Мен сіздерге айта кетейін, мынау қазақта 5Q амалы деген амал бар. 5Q. Мен көп жылғы зерттеуім нәтижесінде қазақтың 5Q амалын зерттеп, тауып, жинақтап, авторлығымды алып отырмын. Бұл не? Бұл дегеніміз, бұл алгоритм орындалатын болса, әрбір қазақ дәулетті болады. Ол қандай алгоритм? Менің ұдайы жадымда бір сұрақ болды. Біз бір кітап жазайық, адамдар дәулетті болсын, бақытты болсын деген менде сондай мақсат болды. Ал қараңыздар, 5Q амалы бұл бірінші Q. Біз қазақ болғаннан кейін мен әдейі 5Q амалы деп алып отырмын. Себебі мынау біздің қолымыздағы 5Q амалы 5 саусақ іспетті. Қалай? Енді бұл 5Q амалының бірінші амал бұл құндылық. Сіздің құндылығыңыз қандай? Мысалға, біздің мектеп жасының құндылықтарды отбасы менен мектепте қалыптасады. Мысалға, мынау сараңдық бір мақал бар екен. Не көршіден жұғады, не ауылдастан жұғады деген. Сол сияқты. Ол балаға бала кезінде қандай құндылық беріледі? Балам, сен мына ойыншығыңмен көршімен бөлісіп ойнайсың ба? Бөлісіп ойна десе, бала бөлісуді үйренеді, ол кеңпейілді болады. Балам, мына ойыншықты сен бөліспей ойна, мынаны өзің же деп эгоист қылып қалыптастырсақ, ол бала сараң болып өседі. Түсіндіңіз ба? Ол отбасында қалыптасып жатыр. Ал мектепте қалай? Мектепте берілетін құндылықтар. Мектепте балаға сан салалы бағыттар бойынша тәрбие беріледі. Сол тәрбиенің ішіндегі балаға берілетін мынау қайырымдылық құндылығы, бұл жомарттық құндылықтары, бұлар өте маңызды. Біз қазіргі 21 ғасырдағы ескірген білім мазмұны бойынша балалар алушы қол болуға дайындалып келді мектепте. Сен аттестат ал, сен университетке бар, колледжге бар, диплом ал, сен жалақы ал, сен зейнетақы ал, ала бер. Бұл толассыз алулар. Көрдіңіз бе? Біз бұл танымнан өзгеруіміз керек. Біз балаларымызға, жастарымызға беруші қол болу құндылықтарын дарытуымыз керек. Өздеріңіз көрдіңіздер, оның пандемия жағдайында демалу аппараттарының кімнің әпергенін? Барлығын қайырымды кәсіпкерлер әперді. Көрдіңіздер ме? Бізде 10-шы сыныптарда, 11-ші сыныптарда кәсіпкерлікке оқыту пәндері енгізілді. Осы пән қазаққа игілікті болады. Қазақ экономикасын көтеруге өте игілікті. Екінші мәселе. Бұл қарекет. Балада құндылық бар. Ол баланың құндылығы қалыптасты. Ол бала өзінің өмірлік танымы бойынша ол дәрігер болам деді ма? Ол бала тракторист болам деді ма? Ол бала шахтер болам деді ма? Ол бала полицей болам деді ма? Ол өзінің құндылығы негізінде мамандық таңдайды. Көрдіңіз бе? Мамандық таңдайды. Осы мамандық таңдау арқылы бала қарекет етеді. Ол екінші біздің Q амалы, бұл қарекет амалы. Өздеріңіз білесіздер, ұлт зиялысының бірі және бірегейі Омар Жалел ағамыз қарекет деген кітап жазған. Осы екінші деңгейді түсіну үшін қарекет кітабын оқуға сіздерге кеңес беремін. Қарекет дегеніміз былайша айтқан кезінде сіз қызмет етесіз, сіз жаңағы дипломыңызбен ақша табасыз ба, әлде физиократ болып жаңағы қара жұмыс істеу арқылы ақша табасыз ба, әйтеуір ақша табу. Ол ақша табуыңыз сіздің бағана құндылыққа байланысты.
Ал үшіншіміз, сіз жаңағы қарекет етіп жүріп, қаржы табу, өз қазынаңды құру. Көрдіңіз ба? Сіз бағанағы Бодо Шефердің кітабын қазақиландыратын болсақ, сіз жұмыс істеп жүріп, күн көргеніңізге мақтанбаңыз. Ол физиологиялық деңгей. Абрахам Маслоудың арнайы әлеуметтік деңгейді бөліктеген пирамидасы бар. Сол 5 деңгейдің ең төменгісі ол физиологиялық деңгей. Физиологиялық деңгейде адам тек қана тамақ, жылу, киім-кешек осы деңгейден аса алмайды. Күн көру деңгейі. Бұл деңгейде сапалы өмір сүру жоқ. Сапалы өмір сүру жоқ. Ол деңгейден көтеріліп біз қарекет еткен кезде сіз қор жинауыңыз керек. Жаңа қарекет пенен қазына деңгейі. Сіз қазынаңызды құруыңыз керек. Мен өткен сабағымда да айтқанмын. Біздің қазақ ертегілерінде ат басындай алтын тауыпты дейді. Қараңызшы, ат басындай алтын тауыпты. Қай ертегіде айтылады? Есіңізге түсіріңіз. Біз жастарды, жасөспірімдерді ат басындай алтын табуға біз бағдарлауымыз керек. Біздің қазақтың ертекшілері қандай даналық болған, қандай данышпан болған. Біздің қазақ ертегілерінің мүмкіндігі әлі ашылған жоқ. Роберт Кийосаки Европаның жаңағы бірнеше ертегісін сынап, ертегілер дәуірі аяқталды деп тұр ғой. Ал біздің қазақтың ертегілерінің мәні енді ашылады. Бұл қаржылық деңгейде сіз ат басындай алтыныңызды жинақтауыңыз керек. Ат басындай алтын десем енді ол артық айтқаным болады. Бұл 96 грамм алтын. Әр отбасында 96 грамм алтын болу керек. Бұны қазақтың тай тұяқ алтынымен салыстырса болады. Және де алтын сақа көлемімен салыстырса болады. Бұл алтындар қазір ұлттық банкте сатылып тұр. Нарықтық баға бойынша. Әр отбасында осындай алтын болу керек. Алтын дегеніміз актив. Алтын дегеніміз сіздің әлемдегі құнсызданбайтын нағыз қаржының өзі. Нағыз қаржы. Бұл нағыз қаржы дегеніміз бұл алтын. Мен сіздерге айтып отырмын ғой, дәулетті болудан жиренбеңіз. Біз өткен сабағымызда бай болуға байлам жасағанбыз. Біз қайырымды бай болуға байлам жасағанбыз, сіз бен біз. Енді сізге түсінікті болса, осы үшінші деңгейде бұл қазынаңды жинау. Сіз мынау жұмысқа кірсеңіз, сіз 63 жасқа дейін осы бір мекемеде, болмаса сол шахтада, жердің астында сіз зейнет жасына дейін жұмыс істеуге міндетті емессіз. Конституцияның да 24 бабында әр азамат өзінің қызмет жолын, мамандығын, кәсібін еркін таңдауға мүмкіндік беріп қойған. Қараңыз, бұған Конституция кепілдік беріп тұр. Сіз шахтер болуыңыз жарайды. Бірақ сіз қанша жылда қорыңызды, қазынаңызды жинайсыз? Және сіздің бақытты болғаныңызға қанша қаражат керек? Сіз соны есепке алуыңыз керек. Адам қай кезде бақытты болады? Өз қаражатын толық басқарған кезінде, бақылауда ұстаған кезінде адамның дәулеті арта бастайды. Мен қайтып оралайын. 4-ші деңгей бұл қаж деңгейі. Бұл 4-ші деңгейіміз қаж деңгейі. Бұл жаңа қаржылық деңгей. Бұл деңгей өздеріңіз білесіздер. Биыл Абай хакімнің 175 жылдығы. Абай хакімнің текті әкесі Құнанбай қажы. Бұл кісі қажылық жасаған. Қажылық жасаған адам
Ол көрдіңіз бе, жаңағы 4 парыздағы да бар. Және де мынау 5 қаржылық амалында қаж деңгейі. Қажылық жасасын. Өткенде мен әдемі бір тілекті естідім. Әке шешесін қажылыққа апаратын азаматтар көбейсін дейді. Сосын біздің қазақта мен шығарған жоқпын, бұрыннан келе жатқан сөз бар. Бұл анаңды қажылыққа жаяу көтеріп апарсаң да қарыздан құтылмайсың деген. Бұл осы 21 ғасырда қалыптасқан сөз болып қалды. Көрдіңіздер ме? Сіз, мінекей, сіз қажылық мәселесін ойлауымыз керек. Бұл парыздық нәрсе. Көрдіңіздер ме? Ал 5-ші мәселе бұл қайырым. Қайырым. Сіздер білесіздер, Абай жолы романында Құнанбайдың қажылыққа барып келгеннен кейін өмірге деген көзқарасы өзгеріп, дүние ісіне араласпай, оның малдан алшақтап тақуалыққа түскенін біз Абай жолы романынан оқып білдік. Қараңыздар, бұл нені білдіреді? Сіз бағанағы алгоритмдік деңгейлерді орындаған кезінде, сіз қажылыққа барып келгеннен кейін қайырымдылық жасауды сіз есепке алып отырыңыз. Яғни жаңағы зекет берушілік қой. Сіз жаңағы арғарай қажылыққа барып келдім екен, мен енді жаңағы тек қана осы төрде отырам десеңіз, сіз қателесесіз. Сіз қайырымдылықпен айналысыңыз. Сіз арғарай, сіз қажылыққа барып келгеннен кейін, менің бұл сөзімді имамдар да қолдайды. Сіз барып келгеннен кейін, сіз енді өзгеріп, сіз халқыңызға, еліңізге қызмет етуіңіз керек. Қоғамға қызмет етуіңіз керек. Бұл 5-ші деңгей, мінекей, бас бармақпен көрсететін деңгей. Жаңағы өмірдегі, мектептегі 5 емес, өмірдегі 5 деңгейі. Бұл қайырым деңгейі. Яки мен қайталап өтетін болсам, бұл 1-ші деңгейіміз құндылық, қарекет, қазына, қаж, қайырым. Осы алгоритм орындалатын болса, біздің қазақ осыны басшылыққа алатын болса, оны визуалды осыны жазып үйге іліп қойса да болады. Сіз ұдайы мынау жадыңызда жүреді. Сіз соны ойлануда. Көрдіңіздер ме? Ал енді біздің тек қана жаңағы анау кәсіптік бағдар бойынша сен болды, балам, мынау мектепті бітірдің, колледжді бітірдің, енді ары жұмысқа кірдің деп масаттану болмайды. Себебі сіз қазына туралы ойланыңыз. Көрдіңіздер ме? Ойлап қарайтын болсаңыз, жаңағы бізде өмірде ертегіде ғана кездеседі. Қазынаны тауып алу. Алибабаның ертегісінде. Ал өмірде сіз, ол Алибабаның ертегісі сізге ой салып тұр. Сіз мәселенке сіз өз қазынан қаяқта дегендей. Көрдіңіз ба? Сіз сондықтан өз қазынаңызды іздеңіз. Қаржылық дербес болуды ойлаңыз. Сіз қаржылық дербестік деңгейіне сіз 5-ші деңгейге келгенде жетесіз. Мынау жаңағы қажылыққа барып келдіңіз, қайырымдылықпен айналысып жүрсіңіз. Сізді енді жаңағы зекет беретін мал дүниеңіз бар. Сіздің жаңағы активтеріңіз бар. Сіз зекет беріп отырсыз. Мінекей, 2 дүниенің сіз мәселесін шешіп отырсыз. Көрдіңіздер ме? Мына осы жерде мен айта кеттім келіп отыр. Біздің қазақта мен бірнеше ғалымдардан сұрадым, жауап бере алмады. Мен 194 адамдан сұрадым, жауап бере алмады. Мұрат сөзінің анықтамасында. Мұрат сөзінің анықтамасы мақсат бағана қаржы менен ақшаның анықтамасы сияқты ұқсас болып келеді. Негізінде ол ұқсас емес. Бұл мақсат бұл өмірде бар нәрсе. Сіздің мақсатыңыз сізді малайлықтан, жалшылықтан құтқару. Бұны Мәшһүр Жүсіпше айтсақ, Мәшһүр Жүсіп көпейлі тарыдай ақылы бар адам.
өзін лас жұмыстан құтқарып, кәсібін ауыстыра, өмір сапасын жақсартады деген. Мінекей, Мәшһүр Жүсіп. Біз өмір сапамызды қалай жақсартамыз? Ол үшін біз мақсат пенен мұраттың айқындамасын білуіміз керек. Мұрат дегеніміз бұл өмірдегі жоқ нәрсе. Мұрат дегеніміз бенен мен қысқаша айтып түсіндіріп кететін болсам, бұл қазақ ертегілерінде бай болып, бақытты болып, мұратына жетіпті деді. Мынау ұлы орысшыл идеология кезінде біздің жазушыларымыздың анық жазуға рұқсат бермеді, цензураменен. Ал мұратына жетіпті дегеніміз ол жұмаққа кіріпті деген мағынаны білдіреді. Сол үшін біздің жастар, біздің санамыздың ашық болу үшін мақсат бұл дүниелік, фәнилік іс, нәтиже. Мұрат ол ақиреттік, бақилық нәтиже. Сіз жұмаққа кірсеңіз, сіз мұратыңызға жеттіңіз. Бұл нағыз анықтамасы. Көрдіңіздер ме? Сондықтан біздің жастар санамыз ашық, саналы азаматпыз. Біз шатаспауымыз керек. Көрдіңіздер ме? Бұл өмірдегі біздің мақсат жаңағы қаржылық дербестік болу керек. Мен қосымша айта кетейін, жаңа жұмсалмайтын қор. Әр отбасында жұмсалмайтын қор болу керек. Жұмсалмайтын қор дегеніміз, мысалға айтқан кезінде, сейфте бүгінгі таңдайда 300 мың, болмаса 100 мың теңге сейфте тұрақты тұру керек. Миллион теңге қойып қойсаңызда, ол аса мол қаражат емес, ол мол ақша, бірақ сіздің қажеттіліктеріңізді қанағаттандырып отырады. Сіз ақшаны біз байқап отырсаңыздар, көршіден бір 10 мың сұрау, 50 мың сұрау, біреуден ақша сұрап тұрады. Ал енді болар болмас жаңағы қаражатқа кейде күніміз қарақ болады. Сол кезде сіз өзіңіздің жаңа көршіңізге көмектесе аласыз. Өзіңізге көмектесе аласыз. Көрдіңіз бе? Бұл жұмсалмайтын қор. Жұмсалмайтын қор ол қолжетімді болып тұру керек. Көрдіңіз бе? Әр отбасында болу керек, сейфте болу керек. Оны сейфте ұстаңыздар, қолжетімді қылып. Ал енді екінші мәселе, бұл мынау біздің бүгінгі сабағымызды қорытындылау. Саналы азамат қайтпек керек. Саналы азамат бұл қаржылық дербестігін ойлайтын азамат, қаржылық дербестікке қарекет қылатын азамат. Мүмкін сіз менің бүгінгі бейне ролигімнен сіз сапалы бейне ролик түсіретін шығарсыз. Бұл менің шығармам. Ал сіздің шығармаңыз қандай? Біздің әлем бойынша, қаржылық білім бойынша жазылған кітаптар бір-біріне ұқсас келеді. Және де алгоритмдер жоқ. Ал мына менің авторлық шығармамдағы қазақтың 5Қ амалы деген алгоритм, бұл қазақты жалшылықтан, қиыншылықтан құтқарады деп сеніммен сіздерге айта аламын. Қаржылық дербес болайық, байқуатты болайық.